Сәлеметсіздер ме, тағдыр сыры арнасының құрметті оқырмандары. Өмірде болған шынайы оқиғаларды тыңдағыңыз келсе, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Тірі жетімнің мұңы. 2 бөлім. 1 бөлімді тыңдағыңыз келсе, видео астындағы ссылкаға тастап кетемін. Ағайын туғандарымның маған көрсеткен қиянаттарының арқасында мен нақты қасқырға айналдым. Бір жағы балаларым үшін де бар күшімді салдым. Сол бітпеген үйді мен кетемін. Шаршадым, не үйім жоқ, күйім жоқ, байым алқаш деген соң әперуге мәжбүр болды. Сонымен 50 соттық жері бар, есік-терезесі жоқ, төбесі ғана жабылған үйді алып берді. Ол үйді бітіру үшін қаражат керек емес пе? Мен енді қараған малдарымның айран сүтін, құртын өзім қалаға апарып сата бастадым. Мекемелерге, этажүйлерге апарып сатуды әбден үйреніп алдым. Енем келіп, ұрыс шығарып, сүттің қайда кетіп жатқанын сұрап айқайлайды. Мен ұнамаса малға өздерің қараңдар, дедім. Сонымен сүттің жартысын оларға, жартысын өзім пайдаландым. Жұмыспен қамтуға да түйіндемені тастап кеттім. Ол жерде бұрынғы әжемнің көршісі жұмыс жасайды екен. Маған көмектесетінін айтқанда қуанып үйге қайттым. Қораның егесі келіп, өз малдарын тастап, басқа қора салатын ұсталарын тастап кетті. Үйіміз біткенше сол ұсталарға тамақ істеп, кірлерін жуып отыратын болдым. Қожайын мен солай келістік. Мен мына жақта үйді бітіремін деп жан таласып жүргенде күйім ұсталармен күнде ішіп, нақты алқашқа айналды. Күнде ішу, карта ойнау көбейіп кетті. Мен қожайынға хабарласып, болған жайды айтып бердім. Ол келіп бәрін қырып орнына қойды. Мен маған рахметін айтып, әкелген малдарын төлдерін өзің алып өсіріп сатарсың, деп кетті. Маған да Алланың бері қарайтын күні бар екен-ау, деп ойладым. Сол кезде менің аяғым үшіншісіне ауыр болатын. Өз еңбегіммен шапқылап жүріп, 2 бөлмені бітіріп, көшіп алдым. Алайда көшерде енем ұрыс шығарып, малға кім қарайды? Осынша жыл баққан малдарымыз не болды енді? Орныңнан қозғалмай отыра берсең болмас па еді? дейді. Керек болса өздерің қарап алыңыздар. Осынша жыл тегін малшы болғанымызға да рахмет. Енді өз бала-шағамның жағдайын жасауым керек, деп бәрін айтып, көшіп кеттім. Үлкен қайнағам жақсы кісі болатын. Әбден малдың пайдасын біліп алғандықтан, үлкен қайнағам біздің жерге 50 метрлік қора салды. Ішіне сиыр, ешкі, қойларын толтырып қойды. Сөйтіп менің қолыма 8 жасар баласын берді. Бір жағы үйге көмектеседі, өз малдарыңа да қарайды, деп. Бөлек шыққан соң әжептәуір жағдайымыз жақсарып, ел қатарлы тамақ жеп, көкөністер, тәттілер дастарханымызда тұратын болды. Сонда күйеуім бұрын қораға барып малға қарап жүретін еді. Бір күні кештеу келіп, мені жұмысқа тұрғызшы, танысың бар ма? Малдың соңында жүріп шаршадым. Елмен араласайын, жабай болып кеттік қой, дегенде мен тіршілігімнің бәрін тастап жұмыспен қамту орталығына бардым. Дәл осы уақытта келдіңіз, деді. Бізде Алматыға көпір салуға жұмысшылар жинап жатыр еді. Айлығы 250 мың теңге. Тез құжаттарын жинап келсін. Ертең жолға шығады, деді. Мен қуанып құжаттарымды өзім дайындап, киіндіріп ертесіне шығарып салдым. Марат та жұмыс табыла қойғанына қуанып, тап бір қамақтан шыққандай жеңілдеп жүр. Өйткені күйеуім өмір бойы өзін ойламай, тек туыстарының бұйрығымен ғана жүрген. Енді менің ешкіммен қорқпайтынымды біліп,
Ол да маған арқа сүйеп көмек сұраған. Жетпегеніне КМФ микробанктен 100 000 теңге кредит алдым. Бітпеген бөлмелерімді бітіріп, теледидар, мұздатқыш, кір жуғыш алдық. Үйіміздің реңі кіріп қалды. Күйеуім енемнің үйіне барып келіп, жұмысқа қайтып бармайтынын айтты. Мен ұрсып қайта жібердім. Тағы да ұрыс керіс. Бір күн ауылға көгілдір отын кіретін болып құжаттар керек болды. Енеме құжаттарға барсам, құжат жоқ дейді ғой. Сонымен әлгі танысыма барсам, жарықтықтың түбіртегін квитанциясын алып кел, сонымен құжат жасаймыз деді. Жарыққа ақша жинайтын әйелге барсам, ол да тақтап жауап бермеді. Сөйтсем, біздің үйге жарық берілмеген екен. Жоспарда мүлде жоқ. Сонда жарыққа жинаған ақшаның бәрі қалтасына салып отырған екен ғой. Мен де түбіртегін сұрамағам. Енді ғой көзім ашылып отырғаны. Сонымен жарығымның түбіртегін іздеп басшысына кіргенімде, ол үйге 2 жігітті қосып жіберді. Олар ары-бері тексеріп, соңында өзіме 1 000 000 теңге айыппұл салып кетті. Енем айтсам, ол білгеніңді істе деп жолатпады. Кейін басшысына кіріп жүріп, жағдайымды айтып, 50 000 теңге төлеп әрең құтылдым. Күйеуім Алматыда 1 жыл жұмыс істеп келді. Ол кезде кіші балам 1 жастан асқан болатын. Марат қайтып жұмысынан бармай қойды. Мен де газге жұмысқа тұрған болатынмын. Балаларға күйеуім қарап, мен 2 жұмыс істеп жүрдім. Ауылдан қалаға қатынап істеу қиын болғандықтан 1 000 000 кредит алып, астыма көлік сатып алдым. Ол кезде де айқай-шу болды. Енем күйеуімді маған қарсы қойып, бұл қатын әбден құтырды. Астында көлігі бар. Бір күні сені тастап кетеді. Жұмысыңа жіберме, малға қарап отырсын, деп қайрап салып отырды. Оны үлкен балам айтып маған берді. 7 жасқа келіп қалған ғой, бәрін түсінеді. Марат үшеуін қайта бастады. Бір күні жұмыстан келсем, даланың бәрі ұн шашылып жатыр. Қорқып, ұн тұратын бөлмеге кірсем, кіші балам мен 2-ші қызым ұйықтап жатыр екен. Үсті бастары ұн, шаштарына дейін жағылып, әбден ойнап шаршаған. Жерде ұйықтап қалған ғой. Ашуланып үйге кірсем, күйеуім удай мас. Ұйықтап қалған. Оятып алып, бақырып жатырмын. Не деген жауапкершілігі жоқ адамсың? Неге қарамайсың? Жап-жақсы жұмысыңнан да айырылдың, болды. Бұдан әрі шыдай алмаймын. Ажырасамын. Бопты, ажырасайық. Мен де шаршап кеттім. 2 оттың арасында өлетін болдым, деп қояды. Менің қаным басыма шауып сыртқа жүгіріп шығып бара жатқан едім. Өзімнен өзім жығылып құлап қалдым. Есімді жисам, ауруханада екенмін. Бір аяқ, бір қолым істемей қалыпты. Инсульт алған екенмін ғой сол кезде. Мен жатқан ауруханада өгей шешемнің үлкен қызы бас медбике, яғни старший медсестра болып істейді екен. Соны көріп қалдым. Ол барынша көмектесіп, ем-домымның бәрін тегін жасап берді. Күндегі алған массажынан 10 күнде тәуір болып, үйге шықтым. Бала-шағама енем қарап отырыпты. Жаздың тамыз айында ұлдарымды сүндетке отырғыздым. Үлкенім 7-де, кішім 3-ке толған еді. Құдай істеп, ағайын туғандарды шақырдым. Талғат ағам да келді. Сол кезде ол ертең Астанаға жұмысқа кететінін айтты. Туған ағам шақырып жатырған екен. Ағамның қайын атасы Талғат ағамды бұрыннан таниды екен. Сол тамаққа шақырып жатыр деп асығып кеткен. Ол үйге барған соң аздап ішкен. Түнде қайтамын. Жібермегеніне қарамай шығып кетіпті. Түн ортасында айдалада көлік тоқтатып тұрғанда бір Ауди ағамды қағып кетіп, оқиға орнынан қашып кеткен екен. Тізгінде 17 жасар бала болған екен. Бірақ
ертесіне шыдамай әке-шешесіне айтып қағып кеткен жерге келсе, Талғат ағам қатып қалған дейді. Моргке апарып қалтасындағы құжаттар бойынша біздің үйді тауып келген. Әкем мен өгей шешемді біздің үйде болатын. 90-дағы әже мен бір ер кісі және жас бала есікті қағып тұр. Өмірімізде көрмеген адамдар. Келіп тұрғанына аң-таң болып тұрмыз. Мән-жайдың бәрін түсіндіріп, сотқа берем демеңіздер. Әкесі мойнына алам деп отыр. Жап-жас баланы түрмеде қор қылмай қояйықшы. Кешіріңдерші енді. Түнде көрмей қапты деп әжесі жылап отыр. Біз де әп сәтте шулап, жылап қалдық. Ертесіне мәйітханадан әкеліп, ақтық сапарына шығарып салдық. Әке-шешем кешірмейміз дегенмен, біз ағам екеуміз кешіріп, бір тиын да алмай, 40 мен жылына көмектессеңіздер болды деп шығарып салдық. Сөйтіп жүріп, мен 4-шімді босандым. Хош, сөздің қысқасы, екеуміз ажырасып тындық. Әжемнің үйіне барып тұрайын десем, өгей шешем міндетсініп алған. Маңайына да жолатпады. 4 баламен жалдамалы пәтер табу қиын ғой. Әйтеуір 2 бөлмелі шағын үй Вермиянка таптым. Ол 1 жылдығын алдын ала төлейсің деген соң, көлігімді сатып, қалған ақшасын кредитін төледім. Үлкен ұлымның денсаулығы болмай дәрігерге апарған едім. Тексере келе, миында ауытқушылық, умственно осталый деп интернатқа жіберді. Құжаттарын толтырып жүріп, мемлекеттік интернатқа орналастырдым. Тамағы, киімі, жатақханасы бәрі сол жерден. Сотқа арыз беріп, заңды түрде ажырастық. Бірақ маған ештеңе берілмеді. Менің атымда да ештеңе жоқ. Күйеуімнің атында да түк жоқ еді. Бәрі енемнің қайнағаларының атында екен. Тіпті маған тиесілі малдың құжаттары да солардың атында. Қазір айына 25 мың теңге алимент төледі. Басқа ештеңе көмектеспейді. Анаммен кездескім келіп, сіңлілеріме бардым. Олар, сенің анаң тұрмысқа шыққан. Қазір басқа отбасы бар. Күйеуге тиерде бір қыз, бір балам бар деген еді. Сені айтпаған. Сен туралы ешкім білмейді. Мазасын алма. Отбасының шырқын бұзба. Жабулы қазан, жабулы қалсын. Енді анаңды іздеме деп, мекен жайында, телефон номерінде айтпай шығарып салды. Осымен бұл оқиға бітті. Қазір сол кредитті төлеумен келемін. Бұл жерде менің кейіпкерімнің де көп қателігі бар сияқты. 4 баламен ажыраспау керек еді. Өзі тірі жетім болып өткен соң, балаларын да жетімсіз етпеу керек еді. Мүмкін сол үйдің ығына жығылғанда жеңіп кетермеді. Осылай тірі жетімді қолдан жасап аламыз ғой. Ажыраса салу оңай әрине, бірақ ауыртпалықтың бәрін бала көтереді. Сыртқа айта алмағанымен іштей ойланып жүреді. Сенімсіз отбасы болған соң, пытырлатып туа берудің де қажеті жоқ. Баланы дүниеге әкелу үлкен жауапкершілік. Өкінішке орай кейбір аналарымыз жәрдемақы алу үшін де туады. Ол арзымайтын тиын-тебен не болады? Баланың киіміне де жетпейді ғой. Туған балаңа бақытты балалық шақ бере алмасақ, қалаған нәрсесін әпере алмасақ, одан неге дүниеге әкелеміз? Осылай қор болу үшін бе? Ер азаматты да айтқым келеді. Бұл жерде ер азаматтың өзінің өзі таппағаны
жауапкершілік өзіне алмағаны. Әйел адамы қанша тырысқанмен ер азаматы өзіне не керегін, отбасылы болу, бала шағалы болу, оның бағып қағу жауапкершілігін түсінбеді деп білемін. Соңы. Құрметті оқырман, видео соңында өзіңіздің пікіріңізді, ойыңызды қалдырып кетуді ұмытпаңыз. Және жаңа әңгімелер тыңдағыңыз келсе, арнаға тіркеліп қойыңыз.